Мамыр айының 2 күні Мақтаарал ауданын су басты. Аумақта айтып келмейтін апат орын алып, техногендік сипаттағы төтенше жағдай жарияланды. Өзбекстанның Сырдария облысында жарылған Сардоба су қоймасының суы Түркістан облысы аумағына өтті. Тілсіз жау ана мен баланы зар жылатып, бейғам өмір кешіп жатқан халықты санаулы уақыт ішінде дымсыз қалдырды. Су басқан сәтте жергілікті полицейлер бірден бағыт алып әрекетке көшті. Жұдырықтай жұмылып тұрғындарды тез арада эвакуациялауға кірісті. Сондай-ақ Түркістан облысы полиция департаментінің басшысы, полиция генерал-майоры Қайрат Дәлбеков келіп, оның тапсырмасымен облысқа қарасты Сарыағаш, Келес, Шардара, Жетісай аймақтарынан 450-ден астам тәжірибелі тәртіп сақшылары тартылды. Эвакуация жұмыстарына ұлттық ұланның 250 әскерилері қатысты. Олар су басқан аймақтан 31 мыңнан астам тұрғындар мен 5 мыңға жуық төрт түлікті құтқарды. Қазақстан Республикасының ішкі істер министрі, полиция генерал-лейтенанты Ерлан Тұрғынбаев су басқан аймақтың жағдайын өз көзімен көріп, қызметкерлердің жұмысын бақылауға алу үшін Мақтааралға арнайы келді. Полицейлер тарапынан жедел түрде атқарылып жатқан барлық іс-шараларды қатаң бақылауға алды. Ел жұрттың амандығы үшін тиянақты тапсырмалар берді. Төтенше жағдайдың алғашқы кезеңінен бастап құтқару жұмыстарына қызу кіріскен полицейлер, әскерилер мен құтқарушылар саны бүгінде 1500-ден асты. Олардың ішінде Қызылорда, Жамбыл, Қарағанды, Шымкент және өзге де облыстардан келген құтқару қызметінің мамандары бар. Көршілес Өзбекстан Республикасынан да тасқын судан зардап шеккен ауылды қалпына келтіру үшін арнайы техника мен мамандар келіп қызмет атқаруда. Осындай сын сағаттарда сақшылардың ерлікпен пара-пар істері ел алдына көріне бастады. Мәселен, Жетісай аудандық полиция бөлімі бастығының орынбасары полиция майоры Есімжан Надиров су ортасында қалған көк туымызды құрметпен алып шығып, өзінің әрекетімен көпшіліктің ыстық ықыласына бөленді. Одан бөлек су басқан жағдайға қарамастан малдарын іздеп шыққан 2 тұрғын құтқарылды. Әлеуметтік желіде полиция мен құтқарушының бұзауды батпақтан алып шыққан бейнесі тарады. Келес аудандық полиция бөлімінің полицейлері үйінде қалып қойған егде жастағы азаматты тауып, қайықпен қауіпсіз жерге шығарды. Дәл осындай түрлі тәсілдермен ауылдың біраз тұрғындары мен төрт түлігі қауіпсіз аймаққа шығарылып аман қалды. Осы тұста полиция қызметкерлерімен қатар еріктілердің де еңбектерін айта кеткен жөн. Мақтаарал аумағын су басқан күннен бастап көрші ауылдың тұрғындарынан құрылған 30-ға тарта ер азамат қолдарынан келгенше көмектерін көрсетті. Қазіргі таңда жан-жақтан жиналған барлық еріктілер күндіз-түні полицейлермен қатар қызмет етуде. Осындай тірліктермен тәнті еткен полиция қызметкерлеріне, құтқарушылар мен еріктілерге ауыл тұрғындары Базарбек Қыдырбекұлы мен Омар Әбдірахмандар да барлық көршілері мен ауыл тұрғындары атынан алғыстарын жеткізді. Атсалысқан облыстық ішкі істер департаментінің қызметкерлері, аудандық ішкі істер департаментінің қызметкерлері өте көп көңіл беріп, бұл жерде күндіз-түні қызмет қылып жатыр. Сол жігіттерге рахметімізді айтамыз. Әйтеуір халыққа іште қалып кеткендерін, малын, мүлкін, басқасын әрекет жасап, көмектесіп жатыр. Өте көп рахмет. Ояқтан, бұяқтан балық аулап, басқа бір пайда көш келгендердің бәріне тосқауыл болып, бізге қорған болып жатыр. Рахмет. Мақтаарал ауданындағы су басу салдарынан үй-күйсіз қалған тұрғындарға бүкіл ел жанашырлық танытып, қолдарынан келгенше көмек қолдарын созуда. Оның ішінде Мақтаарал аудандық полиция бөлімінің тергеу және анықтау бөлімшесінің қызметкерлері де бар. Олар тұрғындарға ас суларын жеткізіп, балаларына ойыншықтар таратты. Қазіргі уақытта Түркістан облысы Мақтаарал ауданы төтенше жағдай аумағында авариялық құтқару жұмыстары жалғасуда. Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігінің қызметкерлері қашанда қызметке дайын.